Мантының дәмді болуы оның тестасына байланысты. Дара-дара болып пісетін, езілмейтін өте дәмді мантыны бірге жасайық. Ең алдымен морозильниктен шыққан салқын суымызды 300 грамдай суды ыдысымызға құйып аламыз. Көз мөлшерінде тұзымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, дайындап қойған ұнның барлығын қосамыз. Бұл жерде менде 900 грамдай ұн кетті. Ең басында қамыр өте қатты болады, одан еш қорықпаңыздар. Илей келе бір-біріне жабысы бізде дәл осындай қамыр шығады. Екі бөлікке бөліп қамырды тындыруға 15 минутқа қойдым және начинкасын дайындайық. Пиязды орташа көлемде турап алып, оған тұз және бұрышымызды көз мөлшерінде қосып аламыз. Мантының ішінде пияз ірі-ірі болып қалмас үшін ең алдымен пиязды жақсылап езіп алдым. Фаршты осылай мұздататын болсаңыздар, өте тез еритін болады. Тартылған етімді бірге жақсылап араластырып алдым. Бізде начинкасы дайын, енді тестасын жаятын боламыз. Манты жасағанда ескеретін жайт, қамырдың қаттылау болған дұрыс, өйткені қамыр езілмей піседі. Қыздар, міндетті түрде мантының тестасын салқын суға илеңіздер. Сол кезде қамырларыңыз формасын әдемі ұстайды. Жайған кезде де өте ыңғайлы, жылдам жайылатын болады. Және бір текст шығады. Осылай қамырды өзіме ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп алдым. Ескере кететін жайт, қыздар, бұл жерде қамырды қайта-қайта тұндырудың қажеті жоқ. 15 минутқа демалдырсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды, бір істегеннен шығатын болады. Қанша әдіспен жасап көрдім, дәл осы тестамен жасасаңыздар, еш езілмейді. Тестаны жаю барысында, қыздар, ұнды көп сеппейміз. Егер ұнды көп себетін болсаңыздар, мантыны түйген кезде сіздерге қиын болады, бір-біріне жабыспайды. Тек екі шетін ғана күш салмай айналдыра береміз. Сонда бір текіз өте әдемі қамырларыңыз шығады, дәл менікіндей. Тестаны 4-5 көлемде үлкендеу етпесін. Бізде қамыр домалақ болғандықтан ең шетінен дәл осындай артық қамырлар шығады. Оны бір-біріне жалғасаңыздар, піскеннен соң еш айырмашылығы болмайды. Дәл осылай тізіп алып, начинкасын барлығына бірдей салдым. Бір уақытта пісу үшін дәл осылай түйіп, манты қазанның листеріне тізіп аламын. Листі міндетті түрде майлаңыздар және мантының бетін майлаңыздар. Сол кезде жылтырап және жұмсақ болып, әдемі болып піседі мантыларыңыз. Бұл жерде бір-біріне тығыз орналастырсаңыздар да бір-біріне жабыспайды. Қайнап тұрған суымызға 35-40 минутқа мантымызды пісіріп аламыз. Қыздар, суды көбірек құйыңыздар, өйткені пісу барысында суларыңыз таусылып қалуы мүмкін. Ал бізге ас болсын, сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәттілік.